Ей қазақтар, мынау өзі қандай заман? Еркектерің жынысын ауыстырған, ал қыздарың барша жұртқа жалаңаш таныс болған. Менімше бұл ақыр заман. Құдай түгіл, құбыласын танымай дінсіз қалған. Қол қусырып, қарап отыра алмадым. Қазақ мықты деп, сен сорлы әлі күнге өз-өзіңді алдадың. Айтшы қане, мықтылығың осы ма? Айтпа маған, Абай, Мағжан, Мұхтарды. Я білем, олар бізді бодандықтан құтқарды. Бірақ олар өтті мына фәниден. Өлді олар. Айтпа маған жоқтарды. Сонда қазір жоқ па сондай бір адам? Барлығы да қыбырлаған тірі адам. Елдің қамын айтатын, болашағын ойлайтын жоқ па сондай бір адам? Саясатқа семсеріңді сермейсің, ал қазақтың жатысына не дейсің? Қайран қазақ сауатсызсың, кедейсің. Үкіметтен қанағатсыз көмегіңді бер дейсің. Даладағы арам өлген төрт түлікке не дейсің? Жә, сендерге қор бол сөздерім. Жата бер қазақ, оятпаймын. Міржақып Дулатұлы оята алмаған қазақты мен қалайша оятайын? Жата бер қазақ, шошынарсың оянсаң.